Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз Манасауда орналасқан Отпан тауға бара жатырмыз. Мына жерде 2-3 автобуспен кетіп бара жатырмыз. Қазір сіздерге түгел жолды, Отпан тауды түгел сіздерге түсіріп көрсететін боламын. YouTube каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.
дәстүр. Бала екі табанымен тұрып, алғашқы қадам жасауға талпына бастаған сәтте, дана қазақ баламыз тез жүріп кетсін деген ниетпен сәбидің тұсауын кестірген. Ырымшыл қазақ тұсауы кесілмеген бала сүрінчек, болашақта жығылғыш болады деп пайымдайды. Ал тұсауы кесілген бала біреудің ала жібін аттамайтын адал, жолы ашық азамат болады деп санаған. Дана қазақ баланың тұсауын ала жіппен, малдың тоқ ішегімен және көк шөппен кестірген. Ала жіппен бала ешкімнің ала жібін аттамасын, ақ пен қараны ажырата алатын адал азамат болсын деген ниетпен кеседі. Ал малдың тоқ ішегімен кесу себебі бала бай, дәулетті азамат болсын деп ырымдауында. Сондай-ақ бала шөптей қаулап өссін, шөп сияқты көбейіп көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап тұсауын көк шөппен кеседі. Бір қызығы, қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар, сүрінчек адамдарға кестірмейді екен. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезек, қимылы ширақ, іске епті қасиеттерімен көзге түсетін қағылез, пысық адам таңдалып алынып соған кестіреді. Болашақта бала сол адам секілді үлгі тұтарлық азамат болсын деген ниетпен пысық адамды таңдайды. Сонымен қатар баланың тұсауын қайшымен емес, пышақпен кесу керек. Қазақ халқы қайшылануды жақсы ырымға баламайтындықтан баланың тұсауын қайшымен кестірмеген. Сол себептен ата-бабамыз баланың өмірі қайшыланып қалмасын деп тұсауын қайшымен емес, пышақпен кескен. Біз қазақ халқы бабалар салтын қастерлеп, дәстүрлік мұраларды насихаттап жүрген халықпыз. Ендеше рәсімге көшелік. Оған мысал тастан түйіп, темірді қамырша илеген. Қарашықтың 6 баласы, сондай-ақ өзі ақын, өзі шебер, Абай мен Шәкәрім, домалағана кесенелерінің авторы Сайын Назарбек. Абдулазиз шыр етіп дүние есігін ашқанда, Адай ата басында азап шақырылып ақын Сабыр Адай аға өзі қойған болатын. Әжелері әлдейін айтып, бар жоларбысымен бесікке салған. Бүгін Абдулазиздің тұсауын нағашысы Нұрлан Жөнелбек кеседі. Және сәбидің қарыншасын Тұрар ұлы Рахмет. Молшылықтың жоралғысы ретінде амалдың ақ дәмін әр шаңыраққа міндетті түрде әзірленген. Ас ішілген соң бата жасалып, жиналған халық амалдан амалға, аман есен жетелік деп тілек айтып тарқасады. İçinde ne var?